3 ай бойы жуылмаған подъезді жудым. Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Осы подъезді мен емес, ешкім жумапты. 3 ай бұрын жуған едім. Мынау до түрі қараңыздар, өте қатты шаң болып кеткен, мусор болып кеткен. Көбінесе бұлай сыпырмайтын едім, бірақ бұл жолы сыпырмасқа болмады, өйткені қатты мусор болып кеткен. Достар, подъездері бар адамдар осылай сіздерде жуып тұрасыздар ма, әлде подъезд жуатын адам бар ма? Бұл негізі ағам мен жеңгемнің үйінің подъезі. Жеңгем жұмысқа шықпай тұрып өзі осылай жуып жүрген ғой. Почему-то ол кезде де ешкім жумаған ғой, тек қана жеңгемнен басқа. Бұл подъездің адамдары мүлде ойланбайтын сияқты ғой тазалықты. Осы подъезді жуып тазалайым дегенше көп шаң жұттым ғой. Татығы уже 1 сағат өтіп кетсе де жуғаныма әлі шаң жұтып жатқан сияқты сезім болып тұр менде. 5 этаждың бәрін жуып тазалап шықтым. Енді айта алмаймын, бұлай ол тап-таза қылып жудым деп айта алмаймын, бірақ та бұл жерді енді таза қылып жуу үшін 1 күн уақыт кетеді ау. Бірақтан барынша тазалауға тырыстым. Мына подъездің адамдары менің видеомды көрсе не дейді екен енді. Бірақ мен бұл жерді біреуді жамандау үшін, басқа үшін жуған жоқпын. Алла разылығы үшін жуып жатырмын. Сондықтан енді оларға да өкпе жоқ. Мүмкін қолдары бос емес, мүмкін бір жағдайлармен мүмкін жуа алмай жатқан шығар. Алдағы уақытта осылай таза қылып отырады деген ойдамын. Осы видеоны көрсе деймін. Осымен видеом бітті. После міне әдем болып қалды, тап-таза болып. Но қатты бір әдем болды деп айта алмаймын, бірақ сәл де болса таза болып қалды. Менің видеом ұнаса подписка жасап қойыңыздар.